Сәлем достар, сіздермен Отбасы банкінің ипотека академиясы. Бүгін біз тұрғын үйге мұқтаж азамат ретінде есептегілерге мемлекет қандай көмек көрсететінін түсіндіретін боламыз. Көп адам есепте тұру тек бір мағынаны ғана білдіреді деп ойлайды. Ол тегін пәтерді ұзақ күту. Бірақ бұл қате түсінік. Шын мәнінде есеп ол ең алдымен түрлі мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға мүмкіндік және өз басыңыздың ең қолайлы жолды таңдау дегенді білдіреді. Осы жылдан бастап есеп бүкіл ел бойынша ортақ бір тұтас болды. Бұл есепке тұрған әрбір қазақстандықтың тұрғылықты жеріне немесе кәсібіне қарамастан тең құқық бар екендігін білдіреді. Ең бастысы, барлық процестер ашық. Өркен Отбасы банк KZ порталында сіз өзіңіздің мәртебеңізді, есепке қойылған жылыңызды және қолдаудың қолжетімді барлық нұсқаларын көретін боласыз. Кезекте тұрған азаматтар бірнеше түрлі көмекке қол жеткізе алады. Біріншісі, сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй. Мұнда мемлекет үй салып береді, ал Отбасы банкі пәтерлерді есепке тұрған жылымен табыс деңгейіне қарай бөледі. Екіншісі, 5-10-20 немесе 2-10-20 сияқты жеңілдетілген ипотекалар. Олар баспана алуда әлде қайда қолжетімді етеді. Сонымен қатар, табысы отбасы мүшесіне шаққанда бір ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспаса, арнайы санаттағы азаматтарға мемлекет жалдау ақысын субсидиялайды. Яғни төлемнің бір бөлігін пәтер иесіне тікелей төлеп береді. Бірақ күту тізімінде болу сізді тек жеңілдетілген бағдарламалармен шектемейді. Керісінше, ол сізге Отбасы банк ұсынған өнімдердің толық спектріне жол ашады. Мысалы, Наурыз немесе 50-50 сияқты бағдарламалар кезекте тұрғандар үшін де тиімді шарттармен қолжетімді. Яғни есепте тұрсаңыз да, тұрмасаңыз да, жеткілікті жинаңыз болса, жаңа ипотеканы күтпей-ақ үй сатып алып баспаналы бола аласыз. Сондықтан есепте тұру ғана емес, Отбасы банкіндегі шотыңызды белсенді түрде аша жинау өте маңызды. Алғашқы жарнаны неғұрлым тез жинасаңыз, соғұрлым қосымша бағдарламаларға қатысу мүмкіндігіңіз артады. Сонымен, есеп тізімінде тұру тек жай күту емес. Бұл сізде нақты таңдау бар екенін білдіреді. Сіз жалға берілетін тұрғын үй мен субсидиядан бастап жеңілдетілген ипотека, тіпті Наурыз және 50-50 сияқты арнайы бағдарламаларға қатыса аласыз. Мемлекет Отбасы банкі арқылы барлығы ашық әрі әділ болатын жүйе құрып отыр. Мұнда сіздің отбасыңыздың болашағы тек тіркелген жылыңызға ғана емес, өз белсенділігіңізге де байланысты. Сондықтан достар, егер сіз есепте тұрсаңыз, тек күтіп отыра бермеңіз. Бағдарламаларды зерттеңіз, ақша жинаңыз, қатысыңыз. Сонда өз үйіңізге жету жолын әлде қайда қысқартасыз. Сіздермен болған ипотека академиясы.